Армысыздар, медицина сүйер қауым, сіздермен бірге мен Темірлан, және де бүгінгі видео сабағымызда біз остеология курсына кіріспе ретінде омыртқа бағанасынан шолу жасап өтетін боламыз. Яғни бұл видеоролигімізде біз омыртқа бағанасының құрылысына және оның бөлімдеріне тоқтала кететін боламыз. Ал ендеше сабағымызды бастайық. Омыртқа бағанасы немесе колумна вертебралис латынша. Омыртқа бағанасы өзара біріккен 33-34 омыртқалардан тұратын болады. Көріп тұрсыздар экрандарыңызда. Омыртқа бағанасында 5 бөлімдер жатады, яғни мойын бөлімі, кеуде бөлімі, бел бөлімі, 8 көз бөлімі және құйымшақ бөлімі. Бұл бөлімдердің әрқайсысына жеке омыртқалар тән, яғни омыртқалардың саны тән деп айтуымызға болады. Яғни мойын омыртқасында бізде 7 омыртқа бар, кеуде омыртқасында бізде 12 омыртқа бар, бел омыртқасында бізде 5 омыртқа бар, ал 8 көз омыртқасында 5 омыртқа және құйымшақ омыртқасында 4-5 омыртқа болатын болады. Яғни олардың әрқайсысына біз алдағы уақытта жеке-жеке тоқталып кететін боламыз. Ал ендеше кеттік. Енді бізде омыртқалар жалпы өздері негізгі және жалған деп бөлінетін болады құрылысына байланысты. Яғни негізгі омыртқаларға бізде не жатады? Негізгі омыртқаларға бізде мойын омыртқалар жататын болады. 3-ші және 7-ші омыртқалардың аралығында мойындағы кеуде омыртқалар жататын болады. 1-ші кеуде және де 12-ші кеуде омыртқаларының арасында және бел омыртқалары 1-ші және де 5-ші бел омыртқалары негізгі омыртқаларға жататын болады. Яғни негізгі дегенде олардың құрылысының барлығы өзара ұқсас, жалпы бірдей деп айтуымызға болады. Бірақ кішкене ерекшеліктері болады, оларға тоқталып кетеміз қазір. Және жалған омыртқаларға бізде 1-ші және де 2-ші мойын омыртқалар жататын болады. Сондай-ақ бізде 8 көз омыртқалары 1-ші және де 5-ші, 1-ші және де 4-ші, 5-ші құйымшақ омыртқалар жататын болады. Жалған омыртқалардың құрылысы мүлдем бөлек, ерекше болып келетін болады. Оған да алдағы уақытта нақты тоқталып кететін боламыз. Енді біз негізгі омыртқалардың құрылысына тоқталатын болсақ, негізгі омыртқалардың құрылысына бізде денесі, доғасы, өсіндісі жататын болады. Ал енді біз оған тоқталатын болсақ, негізгі омыртқалардың құрылысы, яғни ол бізде денесінен тұратын болады. Негізгі омыртқалар, яғни ол бізде корпус вертебра деп аталатын болады. Латынша экрандарыңызда көріп тұрсыздар. Үлкен бір бөлімі болып табылады негізгі омыртқалардың. Сондай-ақ бізде аркус вертебра, яғни омыртқа доғасы деп аталатын болады. Омыртқа доғасын экрандарыңыздан көріп тұрсыздар. Қазір міне мынау омыртқа доғасы арка сияқты болып келген. Және де осы омыртқа доғасы мен омыртқа денесін өзара қосатын педикулус аркус вертебра, яғни омыртқа доғасының аяқшалары деп аталатын болады. Оны да экрандарыңыздан көріп тұрсыздар. Міне омыртқа доғасы менен денесін қосып жатқан педикулус аркус вертебра немесе омыртқа доғасының аяқшалары міне 2 штук. Енді бізде жоғарғы тілік инцизура вертебра супериор және төменгі тілік инцизура вертебра инфериор, яғни бұл жалпы терминдер түсіну үшін сіздер жалпы анатомияға кіріспе ретінде терминдерді бір жаттап шығуларыңыз керек. Өйткені егер мынау терминдерді білмейтін болсаңыздар, сіздерге омыртқаларды жалпы анатомияда ориентироваться ету қиын болады. Сол себепті мынау видеоны қарамастан бұрын латын әліпбиінде сөздерін жаттап шығуларыңыз өздеріңізге дұрыс болып саналады. Енді біз жалғастырайық. Жоғарғы тілік инцизура вертебра супериор, супериор яғни жоғарғы, инфериор төменгі. Инцизура тілік. Инцизура вертебра супериор, инцизура вертебра инфериор. Экрандарыңызда көрулеріңізге болады. Міне инцизура вертебра супериор және инцизура вертебра инфериор, яғни төменгі тілік және жоғарғы тілік. Енді осы жоғарғы және де төменгі тілік өзара қосылу арқылы бізде омыртқа аралық тесіктерді түзетін болады. Яғни форамен интервертебралис деп аталатын болады. Міне экрандарыңызда көрулеріңізге болады. Қазір жақындатып көрсетейін. Мінекей форамен интервертебралис міне көрулеріңізге болады. Міне төменгі тілік қосылып тұр және де жоғарғы тілік қосылып тұр. Бұл форамен интервертебралис немесе омыртқа аралық тесік арқылы жұлыннан тарайтын нервтер, сондай-ақ қан тамырлар, артериялар өтіп шығатын болады. Енді бізде
келесі құрылым ол омыртқалық тесіктер болып табылады, яғни форамен вертебралис. Форамен вертебралистің негізгі өзгешелігі бұл тесіктен, яғни ол бізде омыртқа денесі менен омыртқа доғасының өзара қосылуы арқылы пайда болатын тесік болып табылады. Форамен вертебралис, міне жақындатып көрсетейін. Міне міне көріп тұрсыздар, форамен вертебраль деп аталады. Яғни ол бізде аркус вертебра менен корпус вертебраның пединкулюс аркус вертебра омыртқа доғасының аяқшалары арқылы қосылуынан пайда болатын құрылым болып табылады. Әр омыртқадағы форамен вертебраль өзара қосылып шығып, бізде каналис вертебралисті түсетін болады. Міне мынау каналис вертебралис осы бүткіл омыртқалардың форамен вертебральдардың қосылуынан түзілетін канал болып табылады, және ода бізде не жатады, дұрыс айтасыздар, жұлын жататын болады. Сол арқылы бізде жұлын омыртқа бойында жататын болады. Осыны ажыратып алыңыздар, өйткені кейін универде бұл керек болып қалады. Және негізгі омыртқалардың құрылысының тағы да бір бөлімі ол өсінділер болып табылады. Жалпы негізгі омыртқаларда біз 7 өсінді болатын болады. Яғни 1 қылқанды өсінді, 2 көлденең өсінді, және 4 буындық өсінді. Яғни жоғарғы буындық өсінді 2, төменгі буындық өсінді 2. Жалпы осылай бізде 7 өсінді шығатын болады. Латынша атаулары сіздерде жазылып тұр. Енді оларды жақындатып мына жерде сіздерге көрсетіп шығайын суреттен. Мінекей, процессус спинозус немесе қылқанды өсінді латыншасы көрініп тұр. Яғни ол біреу-ақ болады өзі жалғыз. Және де бізде процессус трансверсус көлденең өсіндісі. Процесс трансверс көлденең өсіндісі. Бұл процесс трансверс немесе көлденең өсінді екеу болатын болады. Міне біріншісі, міне екіншісі. Және де бізде жоғарғы және де төменгі буынды өсінділері процесс артикулярис супериор және процесс артикулярис инфериор. Мінекей ол процесс артикулярис супериор және процесс артикулярис инфериор. Мына жерде екіншісі көрінбей қалыпты, но 4 штук көлемінде болатын болады. Осыны ұмытпайық. Яғни бұл өсінділердің маңызы қандай деген сұрақ туындауы мүмкін. Процесс артикулярис супериор and inferior олар бізде омыртқаларды өзара байланыстыратын құрылымдар болып табылады. Ал процессус трансверсус именно осы кеуде омыртқаларында қабыртқалармен байланысуға көмектесетін болады. Қазір сіздерге жақындатып көрсетейін. Мінекей мына жерде фовея касталис процесс трансверс деп тұр. Осы арқылы ол қабыртқа именно басындағы төмпешікпен байланысатын болады, және оған алдағы уақытта ерекшеліктеріне тоқталып кететін боламыз. Ал ендеше біз жалпы негізгі омыртқалардың жалпы құрылысына тоқталып кеттік. Ал енді біз әр омыртқа бөлімінің өзінің ерекшелігіне тоқталып кететін болсақ. Кеуде омыртқалары, вертебра торацика. Вертебра торациканың, яғни кеуде омыртқаларының ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ. Кеуде омыртқаларының жалпы басты ерекшелігі ол қылқанды өсінділері ұзын, төменге қатты иілген болып келеді, көріп тұрсаңыздар. Және де бізде тағы бір ерекшелігі қабыртқалық шұңқыршалары болатын болады. Бағана мен сіздерге айтып кеттім. Яғни қабыртқалық шұңқыршалар, міне қазір экрандарыңызда көрсетейін. Яғни ол бағана көлденең өсіндідегі болатын шұңқыршалар емес, ол өзі жеке болатын шұңқыршалар. Міне фовея касталис супериор, міне мынау тұрған құрылым, ол екеу болады, міне біреу, міне екіншісі екеу. Бұл құрылымдар арқылы олар капут косталиспен, яғни қабыртқа басымен байланысатын болады. Солайша қабыртқалармен өзара байланыс түсетін болады. Жалпы бізде толық шұңқыршалар болады, және де жартылай шұңқыршалар болады. Яғни жартылай жоғарғы шұңқырша және де жартылай төменгі шұңқыршалар. Сіздердің экрандарыңызда қазір жартылай шұңқыршаны көрулеріңізге болады. Яғни фовея касталис супериор et inferior. Бізде жалпы толық шұңқыршалар бірінші, 11-ші, 12-ші омыртқаларға тән. Ал қалған омыртқаларға бізде жартылай шұңқыршалар тән болатын болады. Ескерте кететін жағдай, бізде бірінші кеуде омыртқасында толық және жартылай шұңқыршалар болады. Ал қалған, яғни 1 мен 9-ның арасында бізде жартылай шұңқыршалар болатын болады. Яғни жартылай жоғары және төменгі шұңқыршалар. Ал 10-шы омыртқада тек қана жоғарғысы болатын болады. Яғни жоғарғысында жартылай жоғары шұңқыршалар болатын болады.
Жақсы, енді бізде үшінші ерекшелігі ол бізде көлденең өсіндідегі қабыртқалық шұңқыршалар бағана көрсетіп кеткен құрылым. Мінекей мына жерде көрулеріңізге болады, қазір жақындатып көрсетейін. Міне FVA Costalis процесс трансверсий, яғни көлденең өсіндіде болатын шұңқырша. Бұл шұңқыршаның бізде басты ерекшелігі туберкулум косталиспен, яғни қабыртқа төмпешігімен байланысатын болады. Яғни ол бізде бірінші және де 10-шы омыртқалардың арасында болады. Ал 11-ші және де 12-ші кеуде омыртқада ол жоқ болып табылады. Не үшін? Өйткені 11-ші және 12-ші кеуде омыртқа бізде бос омыртқалар болып табылатын болады. Және де олардағы бізде байланыс мынау 1 мен 10-ға қарағанда төменірек болатын болады. Ол адамның анатомиялық ерекшеліктеріне байланысты солай пайда болған және солай құрылған болып табылады. Жақсы, енді біз мойын омыртқаларының ерекшеліктеріне тоқталып кетейік. Мойын омыртқалары вертебра cervicalis ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, вертебра cervicalis немесе мойын омыртқаларының қылқанды өсінділері 2-ші менен 6-ші омыртқаларының арасында басы 2-ге айырылған болып келеді. Қазір экрандарыңызда көрсетейін. Міне 2-ші және де 6-ші омыртқалардың арасында басы 2-ге айырылған, ал 1-ші мен 7-шіде ол айырылмаған. Және тағы да бір ерекшелік қылқанды өсінділері 1-шіден 7-шіге қарай ұзындығынан өсетін болады. Көріп тұрсыздар, 1-шіде тіпті өсінді жоқ, ал 2-шіде қысқа өте, одан ұзарып келіп 7-де өте ұзын болып келеді, яғни қылқанды өсіндісі. Денесі кішірек, сопақша келген болып табылады. Тағы да бір ерекшелігіне ол бізде көлденең өсіндісінде болатын басқа омыртқаларда жоқ тесік болып табылады. Бұл тесік арқылы бізде ми мен басты қамтамасыз ететін омыртқалық артериялар мен тамырлар өтетін болады. Міне экрандарыңызда көрулеріңізге болады. Міне омыртқалық тесік ортасынан айырылып, осындай тесік пайда болған. Бұл тесік арқылы сол айтып кеткенімізде қан тамырлар, артериялар өтетін болады. Келесі мойын омыртқасының ерекшелігіне сол көлденең өсіндісінің шетінде жұлын жүйкесінің жүлгесін, яғни sulcus nervi spinalisті шектейтін алдыңғы және де артқы төмпешіктер болып табылады. Яғни осы төмпешіктер осы жүлгені шектейтін болады. Яғни латынша оны біз туберкулум anterius, туберкулум posterius деп айтатын боламыз. Қазір оны экрандарыңызда көрсетейін. Мінекей туберкулум anterius, және туберкулум posterius. Осы төмпешіктер бізде жүлгені шектейтін болады. Суреттен де көрулеріңізге болады. Міне туберкулум anterius, туберкулус posterius. Осылайша жүлгені шектейтін болады. 6-шы номермен sulcus nervi spinalis, яғни жұлын жүйкесінің жүлгесі көрсетілген. Жақсы. Яғни енді біз тағы да ерекшеліктерін жалғастыратын болсақ, 6-шы мойын омыртқаның көлденең өсіндісіндегі алдыңғы төмпешікте бізде ұйқы төмпешігі болатын болады. Бұл ұйқы төмпешігін біз туберкулум каротикум деп атайтын боламыз. Бұл туберкулум каротикумның бізде практикалық маңызы бар. Егер адамда ұйқы артериясынан қан кететін болса, осы 6-шы мойын омыртқасынан басатын боламыз, және осы туберкулум каротикум деңгейінде. Не үшін? Өйткені осы туберкулум каротикумге бізде ұйқы артериясы жанасып өтетін болады. Осы қан кеткен кезде туберкулум каротикумды басу арқылы біз қан кетуді басатын боламыз, және шектейтін боламыз. Осындай практикалық маңызы бар екен, ұмытпаймыз. Енді 7-ші мойын омыртқасы. 7-ші мойын омыртқасының қылқанды өсіндісі көріп тұрғандарыңызда ерекше ұзын болып келген қалғандарына қарағанда, және басы айырылмаған. Сол себепті оны шығыңқы омыртқа деп атаймыз, немесе оны вертебра prominens деп атайтын боламыз. Міне мына жерде көрулеріңізге болады. Ұзындау болып келген қылқанды өсіндісін көрулеріңізге болады. Енді мойын омыртқаларын жалғастыратын болсақ, біз 1-ші және де 2-ші мойын омыртқасына тоқталып кетуіміз керекпіз. Өздеріңіз білетіндеріңіздей 1-ші және де 2-ші мойын омыртқасы жалған омыртқаларға жататын болады. Енді 1-ші кезекте бізде 1-ші мойын омыртқа немесе ауыз омыртқа деп аталатын болады. Латынша оны біз атлас немесе атлант деп атайтын боламыз. Атлас деп атауының себебі ежелгі грек мифтерінде аспанды ұстап тұрушы бір кейіпкер атлас деп аталатын болады. Сәйкесінше біздегі осы 1-ші мойын омыртқа бас сүйегіне орнығып, бас сүйегін ұстап тұрушы омыртқа ретінде танымал. Сол себепті бізде латынша оны атлас сол кейіпкердің атына атап кеткен болатын. Қызықты факт.
Енді жалғастыратын болсақ, бұл омыртқаның бізде денесі жоқ болып табылады, яғни көріп тұрғандарыңыздай денесі жоқ, және де өсінділері де мүлде жоқ. Оның процессус спиносумы, яғни артикуляр буынды өсінділері де жоқ. Бірақ та оның біз процесс трансверсусын көруімізге болады, масса латералистерінде орналасқан. Енді бізде осы жалпы бірінші мойын омыртқаның құрылысына нақты тоқталатын болсақ, бірінші мойын омыртқа бізде алдыңғы және де артқы доғалардан тұрады, яғни аркус anterior et arcus posterior, және сондай-ақ осы доғаларында орналасқан төмпешіктерін көруімізге болады. Туберкулум anterior және де туберкулум posteriorда. Осы туберкулум anteriorда бізде fovea dentis немесе тістік шұңқырша орналасатын болады. Яғни міне көріп тұрсыздар, бұл тістік шұңқыршаға бізде екінші мойын омыртқасының тісі денс келіп орнығатын болады. Сондай-ақ бізде бірінші мойын омыртқада масса латералис атлантисті көруімізге болады, яғни оның бүйір бөліктерін ол екеуі болады, міне бірінші, екінші, және осыларда бізде көлденең өсінділері орналасқан. Сондай-ақ бұл бізде масса латералистерінің беткейлерінде буындық беткейлері болатын болады. Олар арқылы жоғары буындық беткейі арқылы шүйдемен байланысады, төменгі буындық беткейі арқылы екінші мойын омыртқамен байланыс құратын болады. Енді біз екінші мойын омыртқаға тоқталып кетейік. Екінші мойын омыртқа немесе білектік омыртқа, латынша аксис немесе эпистрофеус деп аталатын болады. Екінші мойын омыртқаның негізгі ерекшеліктеріне тоқталып кететін болсақ, оның бізде көріп тұрғандарыңыздай тісі немесе латынша денс деп аталатын құрылымы болатын болады. Бұл құрылым арқылы бағана айтып кеткенімдей, ол бірінші мойын омыртқамен байланыс түзетін болады. Осының арқасында біз басымызды оңға және де солға бұруымызға мүмкіндік алатын боламыз, яғни фиксация жасап тұратын болады осы арқылы. Жақсы, яғни осы тістің немесе денстің алдыңғы және артқы буындық беттері болатын болады. Міне алдыңғысы және де міне мынау бізде артқысы. Осы буындық беттері арқылы бірінші мойын омыртқамен байланысатын болады. Яғни денесі бар және қылқанды өсінділері екіге айырылған болып келеді. Осымен бізде мойын омыртқаларының жалпы құрылысы аяқталды. Енді біз бел омыртқаларының құрылысына тоқталып кетейік. Бел омыртқалары немесе вертебра lumbalis. Вертебра lumbalистің ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, көріп тұрғандарыңыздай оның денесі жалпы өзі осы бел омыртқалары өте ірі болып келеді, көлемді болып келеді басқа омыртқаларға қарағанда. Яғни ең ірі омыртқа болып табылады бел омыртқалары. Және процессус спиностар, яғни қылқанды өсінділері қысқа және де жалпақ болып келгеніне көріп тұрсыздар. Бағанағы кеуде омыртқамен салыстырғанда өте қысқа, бірақ та ол жалпақ көлемді болып келеді. Және оның жоғарғы буындық өсіндісінің ұшында емізік тәрізді өсінді процессус мамиллярис орналасатын болады. Мені көріп тұрсыздар. Процессус мамиллярис, міне мына суретте жақсырақ көрсетілген, қазір жақындатып көрсетейін. Так, міне процессус мамиллярис деген құрылымы болатын болады оның жоғарғы буындық өсіндісінде. Және оның тағы да бір ерекшелігіне көлденең өсінділерінде қосарланған алдыңғы және де артқы бөліктері болатын болады. Яғни олардың көлденең өсінділері екі бөліктен тұрады. Олар бізде қабыртқалық өсіндісі және де қосымша өсіндісі. Оны қазір экрандарыңызда көрулеріңізге болады. Міне так жақындатып көрсетейін. Міне көлденең өсіндісінде болатын процессус косталис және де процессус ацетсорис. Яғни процессус косталис ол көлденең өсінді негізі. Бұл процессус косталис рудиментті болып келеді, яғни ол кезінде жалпы бұл кеуде омыртқаларында көріңіздер процесс трансверсус қабыртқалармен байланысқан, ал бұл бел омыртқалар қабыртқалармен байланыспағаннан кейін бұл рудиментті мүше ретінде сақталған, яғни процессус косталис немесе қабыртқалық өсінді. Сондай-ақ бізде қосымша өсіндісі процессус ацессориус мына жерде бар құрылым болып табылады. Яғни алдында бізде қабыртқалық өсінді, ал артқында бізде қосымша өсіндісі немесе процессус ацессориус болатын болады. Жалпы бұл бізде бел омыртқаларының құрылысы болып табылады. Және видеоны көрулеріңізге болады. Енді біз сегіз көз омыртқасының құрылысына тоқталып кетейік.
Сегіз көз омыртқалары латынша вертебра сакралис немесе ос сакрум. Ол құрылысы бойынша өте ерекше бір омыртқалардың бірі болып табылады. Бұлай екі бөлек атауымыздың себебі сегіз көз омыртқалары бастапқы уақытта бөлек болатын 5 омыртқадан құралады. Ал уақыт өте келе бұл 5 омыртқа өзара бірігіп бір бүтін сүйекті құрайтын болады, және ол бір бүтін сүйекті біз сегіз көз сүйегі немесе ос сакрум деп атайтын боламыз. Жалпы бізде сегіз көздің 5 бетін ажырататын боламыз. Оның жамбас қуысына қараған беті алдыңғы беті, және де оның артқы беті, бүйір беті, сондай-ақ оның негізін ажыратамыз, және де ұшын ажырататын боламыз, және де осы беттеріне әрқайсысына жеке тоқталып өтетін боламыз. Сегіз көздің алдыңғы беті немесе фасис пельвина, ода біз екі құрылымда ажырататын боламыз. Омыртқалық дискілердің өзара бітісуінен пайда болған көлденең сызықтар немесе линея трансверсая. Қазір экрандарыңызды жақындатып көрсетейін. Мінекей линея трансверсая омыртқалардың өзара бірігуінен пайда болған сызық болып табылады. Және сондай-ақ бізде келесі құрылым 4 жұп алдыңғы сегіз көздік тесіктер немесе форамина сакраля антериор. Бұл да омыртқалардың өзара бірігуінен пайда болған тесіктер болып табылады. Экрандарыңызда көріп тұрсыздар, анық көрініп тұр. Енді біз артқы бетіне тоқталып кетейік. Артқы беті немесе фасис тарсалис. Фасис тарсалисті біз 4 құрылымда ажырататын боламыз. Яғни ол ортаңғы қырқа, криста сакралис медиана, қылқанды өсінділердің бірігуінен пайда болған, аралық қырқа, криста сакралис интермедия, ол бізде буындық өсінділерінің бірігуінен пайда болған, және латеральды қырқа, криста сакралис латералис, көлденең өсінділердің бірігуінен пайда болған. Сондай-ақ бізде 4 жұп сегіз көздік тесіктер, бірақ уже ол бізде артқы тесіктер болып табылады, яғни форамина сакраля постериор. Әрқайсысына жеке қазір суретін жақындатып тоқталып кетейік. Мінекей ол бізде бірінші құрылым криста сакралис медиана, сегіз көздегі ортаңғы қырқа болып табылады, яғни ол бізде қылқанды өсінділердің өзара бірігуінен пайда болған қырқа болып табылады. Келесі құрылым бізде аралық қырқа, криста сакралис интермедия, буындық өсінділердің өзара бірігуінен пайда болған қырқа болып табылады. Және келесі құрылым ол бізде көлденең өсінділердің өзара бірігуінен пайда болған криста сакралис латералис болып табылады. Осындай 3 қырқа болады. Бұл қырқалар анатомиялық препаратта анық көрінетін болады. Сондай-ақ бізде артқы 4 жұп сегіз көздік тесіктер форамина сакралис постериор. Осылай бізде сегіз көздің артқы бетінің құрылымдары өз аяғына жетеді екен. Енді біз бүйір бетінің құрылымдарына тоқталып кетейік. Бүйір бетіне біз 3 құрылымда ажырататын боламыз. Ол бізде сегіз көздік қанаттар аля сакралис немесе парс латералис деп атайтын боламыз. Және де келесі құрылым бізде құлақ тәрізді буын беті фасис аурикулярис, ол яғни мұқын сүйегімен байланысатын бөлігі болып табылады. Экрандарыңызда көріп тұрсыздар. Және сондай-ақ сегіз көз бұтыры туперостита сакралисті көрулеріңізге болады. Мынау суретте бізде жақындатып көрсетейін, барлық құрылымдар 3 құрылымда көрсетіліп тұр. Міне бүйір бетінің бірінші құрылымы аля сакралис, сегіз көз қанаты. Енді келесі құрылымы оның фасис аурикулярис, мұқын сүйегімен байланысатын беті, және туперостита сакралис секілді құрылымдары анық көрініп тұр. Осымен бізде бүйір бетінің, яғни фасис латералистің құрылымдары өз аяғына жетті. Келесі бізде беті, ол сегіз көз сүйегінің негізі базис осис сакри. Ол жерде біз 3 құрылымда ажырататын боламыз. Бірінші құрылым сегіз көз мүйісі немесе промонториум деп аталатын болады. Бұл сегіз көз мүйісі арқылы бел сүйегімен, бел омыртқаларымен өзара байланыс құратын болады. Және оның жоғарғы буындық өсіндісі процесс артикулярис супериор. Буын беті бар. Және сегіз көз тесігі сегіз көз өзегіне жалғасатын болады. Сегіз көз тесігі мына жерде көріп тұрсыздар форамен сакраля, және де ол бізде дальше каналис сакралиске жалғасатын болады. Жақсы.
Осыменен бізде 8 көз сүйегінің негізінің құрылымдары аяқталды. Экрандарыңызда көріп тұрсыздар, анық көрініп тұр, жақындатудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Міне мына жерде процесс артикуляр супериор, промонториум және де міне каналис сакралис. Ол жерде бізде бірінші форамен сакралис деп ажырататын болады. Ары қарай кеттік. 8 көз сүйегінің ұшы немесе апекс осси сакри. Ол жерде біз екі құрылымды ажыратуымызға болады. Оның суреті өкінішке орай таппадым, бірақ оны мына жерден көрулеріңізге болады. Яғни ол жерде бізде бағанағы каналдың аяқталатын жері хиатус сакралис, яғни 8 көз өзегінің саңылауы бар, және де 8 көз мүйізшелері корнус сакрали болатын болады. Енді бізде келесі сүйек, ол бізде құйымшақ. Құйымшақ латынша бізде вертебра коксидис немесе ос коксидис деп аталатын болады. Ол жерде бізде бір-ақ құрылым бар, яғни құйымшақ мүйізшесі корну коксиджим деп аталатын болады. Мінекей көріп тұруларыңызға болады. Білетіндеріңізге құйымшақ бізде 4-5 омыртқаның өзара бірігуінен пайда болған құрылымсы сондай бір ерекше бір омыртқа болып табылады. Мына жерде көріп тұрғаныңыздай 4 омыртқа өзара бірігіп кеткен. Ол жерде немесе 4 немесе 5 омыртқаның бірігуі болады. Ол бізде адамның өзінің ерекшеліктеріне байланысты болып келеді. Осыменен бізде жалпы остеология курсының бірінші сабағы, яғни омыртқа бағанасының құрылысы өз аяғына жетті. Видеоны толық көргендеріңізге рахмет. Алдағы уақытта егер видео ұнап жатса, біз бұл курстарды дальше жалғастыратын боламыз. Алдағы уақытта қабыртқаларға тоқталып кететін боламыз. Егер видеоролигім ұнаса, лайк басуды, комментарий жазуды, подписаться етуді ұмытпайық. Біздің арнамыздың ұраны жүрекпен емде, ақылмен кес, болашақты хирург. Алдағы уақытта бұдан да қызық видеоларды көретін боласыздар. Сіздерге көптен көп рахмет. Сау бола қойыңыздар.